Жалпы ойланатын адам әлемге қараса бір нәрсені байқайды. Әлемде 100-ден астам елдер бар. Ол елдерде бір-біріне ұқсамайтын халықтар бар. Әр халықтың өздеріне тән діндері, салт дәстүрі, мәдениеттері де бөлек. Соған сәйкес Құдай туралы түсініктері де өзгеше. Шәкәрім атамыз дін өлеңінде былай деп тарқатады: бірі дейді бір Құдай, бірі дейді көп Құдай, бірі Тәңір күн десе, бірі дейді жоқ Құдай. Не осыдан байқадың? Бәрі іздеп жүр иесін, табамыз деп ойғалды, тіршіліктің киесін деп айтады. Бұл өлеңінде Шәкәрім атамыз адамзаттағы Құдайға деген көзқарастың, діни көзқарастың алуан түрлілігі тілге тиек етеді. Енді ғылымда діннің Құдайға деген сеніміне байланысты екіге бөліп жіктеп көрсетеді. Біріншісі ол монотеизм деп атайды, оны бір құдайшылық деп атасақ болады, және екіншісі политеизм, көп құдайшылық. Енді адамда сұрақ туады: осы діннің қайсысы бірінші пайда болды деген. Ғалымдар бұған қатысты таласқа түскен. Бірінші теория бар. Бұл теория бойынша мифология, аңыз бен дінді салыстырып жазған ағылшын ғалымы Джозеф Фрезердің теориясы. Джозеф Фрезердің бұл теориясы 1890 жылы жарық көрген Алтын бұтақ деген кітапта баяндалады. Ол теория бойынша адамзаттың тарихының алғашында мына жерге табыну культінен, құнарлық культінен, магиядан, анимизмнен бірте-бірте көп құдайшылықтан бір құдайшылыққа ауысты делінеді. Бұл пікір өзінен кейінгі ғалымдардың пікіріне әсер еткен және оларға өте үлкен әсер қалдырған. Екінші бір теория бар. Бұл Вильгельм Шмидт әкейдің теориясы. Бұл теория бойынша алғашында бәріне алғашқы себеп болған жерлер мен көктерді жаратқан бір Құдай бар деп есептелінеді. Бірақ ол Құдай адамдардың санасында биік болып көрінеді және бұны дүниелік нәрселермен кіретпеуіміз керек деп есептеп, оның орнын сауықкеш құдайлар мен төменгі рухтар басады. Сөйте келе бұл Құдай ұмыт болады. Бұл теория Вильгельм Шмидт әкейдің 1912 жылы жарық көрген Құдай идеясының пайда болу еңбегінде баяндалған. Бұл әкейдің пайымынша ең алғашында көп құдайшылықтан бұрын бір құдайшылық пайда болған деп есептеледі. Енді қазіргі таңда әлемге қарайтын болсақ, әлем халықтарының басым көпшілігі, яғни жартысынан көбінің астамы 4,5 миллиард адам авраамдық, монотеистік бір құдайлық дінді ұстанады. Ал содан кейінгі орында да үндінің ведалық діндері, буддизм діні жайғасқан.